Ассалаумағалейкум. Бізде бүгінгі сабақта осындай деталды қалай сызу керек және осындай шынайы көріністі қалай қалыптастыру керек, ол үшін қандай команда орындаймыз, тағысын тағы осы сияқты сұрақтарға жауап бере отырып, осыны басынан бастап сызып шығатын боламыз. Бірінші, мынау SolidWorks-тың өзінің программасы, яғни осындай көріністі береді. Көп адамдар бірінші SolidWorks-та сызады, сосын көріністі қалыптастыру үшін шынайы көріністі, шынайы өмірдегі кейшот, сосын тағы Blender деген сияқты программаларға жүгініп жатады. Яғни солай монтаждап жатады. Шын мәнінде біздің SolidWorks-тың өзінде де осындай бөлімшесі бар, яғни осындай команда орындай алатын бөлімдер бар. Мынау бізде жаңағы сызылған сызба, мынау түп нұсқасы міне. Осыны біз тура осының өлшемінде қайталап сызып шығатын боламыз. Енді ендеше кеттік. Бірінші біз жаңадан парақ ашамыз. Жаңадан парақ ашқаннан кейін бізде жазық таңдалады. Алдыңғы жазықтық, үстіңгі жазық және оң жақ жазық. Бізге осы үш жазықтың қайсысы болса да жарамды. Бізге топ плейн дейді, үстіңгі жазықтықты таңдап алды. Бірінші былай басып ашсаңыздар болады, я болмаса осылай бірден скетчке өтіп енсеңіздер болады ішіне. Енді бізге ең әуелі керекті зат өстік сызық. Өстік сызықты біз өстік сызық бізде үзік сызық бойымен болады. Үзік сызық тура осылай істейміз, міне үзік сызық. Бұның ұзындықтары бізге маңызды емес. Ұзындықтардың қаншалықты болатыны. Тура осылай сызамыз. Сосын үзік сызыққа айландырамыз. Ол үшін мышканың сол жағын басасыз. Мына жерде мынадай тамға пайда болады. Осыны біз бір басамыз. Ұзындығы бізге маңызды емес. Сонымен негізгі сызбаның бұл жерде мынау шеңбер, осының бір қима бетінің сызбасын бірінші сызып аламыз. Мына жерде ортасы қуыс болатын болса, осылай қалдырасыздар. Міне екі аралықты. Мен былай міне. Былай келеді. Бірінші ешқандай өлшемсіз осылай сызып аласыздар. Ешқандай өлшемсіз. Соңынан әбден болған кезде төмен қарай симметрия жасай саламыз. Міне былай. Міне. Енді осының біз өлшемін жазып шығайық. Осы жартысының өлшемін жазып шығамыз. Ол үшін мына жақты өлшеу керек болады. Бізге ең үлкен сыртқы размерден бастайық. Сыртынан бастап, міне сызықтың бір бассаңыздар 159-да 51 дейді. Тура осыны жазамыз мына жерге. Мына жерде мән беретін нәрсе, мынау өстік сызықтың оң жағы және сол жағы екі түрлі размер көрсетеді. Біреу диаметр, біреу радиус көрсетеді. Егер сізге диаметр керек болатын болса, диаметрге осылай, радиус керек болса, радиусқа жазсаңыз болады. Мысалы бізде өлшем біздегі өлшем 169-да 51 болды. 169-да 51 диаметрі. Сондықтан оң жағына жазамыз. 169-да 51 миллиметр. Енді ішкі диаметр қалды. Мына жердің өлшемі бізде 156-да 81. 156-да 81. Бұл да диаметр. Сондықтан біз мына жағына жазамыз. 156-да 81 миллиметр
жаздық. Енді бізге қажетті өлшем мына ортаңғы тесіктің диаметрін бірінші жазайық қазір. Үстін бір басасыздар. 19-да 5 мм. 19,5 мм. Мына жерде 19,5 мм жаздық. Енді сыртқы диаметрі керек бізге. Сыртқы диаметр бізде радиусы 19-да 690 дейді. 19-да 690. Радиусы 19-да 690. Бізге радиус болғандықтан мына жағына жазамыз. Мына жағына емес, мына жағына. 19-да 690 мм. Бұны жаздық. Енді төменгі диаметр керек. Төменгі диаметрді мынадан ала салайық бізде. Негізі бұл 27-де 25 дейді. Бұл да бізде диаметр емес, радиус болып тұр. Сондықтан 27-де 25 мм. Жазып жібердім мен. 27-де 25 мм. Енді бұлардың қалыңдығын жазамыз. Ол үшін біз қалай өлшейміз өлшемдерін? Ол үшін бізде мына командаға өтеміз. Мына жерде метр бар. Осы арқылы біз жеке-жеке қалыңдықтарын аламыз. Мысалы, сыртқы қалыңдығын алу үшін мына бетті басамыз, және екінші бетін басатын боламыз. Мына жерде тұр. Бізде мына жерде көрсетеді, екі аралықтың қалыңдығын 50-де 8 мм. Бізде 50-де 8 мм болады, осыны жазамыз. 50-де 8 мм қалыңдығы. Енді мына жердің қалыңдығы қалды. Оны біз тағы да солай өлшейміз. Бұны мен өлшей алмаймыз біз қазір. Мына жерде мына бөлімді басамыз. Яғни сізге керекті жазықтықпен, осы жазықтықпен екінші жазықтықтың өлшемін өлшеу үшін сізге осылай басу керек бетіне. 41-де 53 мм. Мына жерде тұр, міне 41-де 53 мм. Қазір кірдік. 41-де 53 мм деп жазамыз. Қазір 50-де 80. 50-де 80-міз бұл жердің өлшемі болған негізі. 50-де 80 мм. Мынау 41 деп айтайық. Бізде қанша болды бұл? Мәнісіндегі өлшем бізде 41-де 53 дейді. 41-де 53 деп жазсақ, 41-де 53 мм. Окей. Енді мына жердегі қалыңдық қалды бізде. Оны қалай өлшейміз? Мына керекті жазықтықты басамыз. Қайтадан шығайық, қайтадан кірейік. Жазықтықты бастық. Екінші жазықтықты тағы басамыз. Екінші бетін 6-да 35 мм. Оны да біз қалай жазамыз? 6-да 35 мм. 6-да 35 мм. Екі қалыңдық. Бітті. Бізде сызбаның негізгі сұлбасы бітті. Енді бұл жердегі радиусты сіз осы жерден бірден жазып кетсеңіз болады. Оны қазір көрсетем. Мына жерде бізде өлшем қанша миллиметр? Радиустар. Мына жерде тұрған радиус бізде көрсетпей тұр қазір.
2,54 радиус. 2,54. Тура солай 2,54-ті осы жерге жазсаңыз болады. Ол үшін мынаны үстін бір бассаңыз, мына жерде радиус. Мына жерде паска бар, мына жерде радиус бар. Бізде радиусты бастып, мына жерде 2,85 деп тұрды ма жаңа? Осылай басқаннан кейін нүктенің үстін басамыз. 1 нүкте, 2 нүкте. Тура осылай істеп, бізде симметрия айландыруға болады. Я болмаса артынан ең соңынан істейік ол команданы. Бірақ белгіледік. Белгілегеннен кейін бізде симметрия бөліміне өтеміз. Яғни тура ортасын белгілейміз. Өстік сызық осы үшін бізге керек болған. Басамыз өстік сызықты міне. Окей деп белгілейміз. Енді тура осыны бір командамен 3D айландыруға болады. Оны бір бассақ болды. Мына жерге біз өстік сызықты белгілейміз. Міне бізде дене пайда болды. Дене тура осылай пайда болды. Бағана радиустарды біз соңынан жасайтын боламыз. Енді бұл жерде 4 түрлі бөлік бар мына жерде көрсетілген. 4 түрлі бөлік. Осы бөліктерді біз қалай істейміз? Бірінші біз команданың бастамас бұрын мына жердегі екі бүйірдің қалыңдығын өлшеп алайық. Ол үшін мына жерге метрді алдық. Екі бүйірді белгілеп алдық. Міне осылай 3,18 мм. 3,18 мм. Енді біз жазықтықты таңдаймыз. Бізге мынау емес. Яғни қандай жазықтық болса да бізге болады. Бірақ мына жердегі жазықтық мынамен бірдей болып тұр қазір беті. Сондықтан осы жазықтықты таңдап аламыз. Мына жазықтықты таңдадық. Бір басып бетін эскизді басамыз. Бітті. Енді үстіне қандай да бір сызық сызамыз мына жерде міне. Қазір қараңыздар. Тура осылай бір сызық сыздық. Енді осыны сіз жеке-жеке сызып шықсаңыз болады осылай. Я болмаса жеке-жеке сызып шықсаңыз болады осылай. Я болмаса бір мынаны массив жасап айландыра салсаңыз болады. Центрді белгілейміз. Енді айландыратын сызығымызды басамыз. Осылай бізде массив пайда болады. Енді сіз оны 6 бөлікке бөлесіз ба, 5 бөлікке деген сияқты бізде 4 бөлікке бөлінген. Енді бізде аралық бізге керек болады. Окей деп бастық. Енді қай команда орындаймыз? Оны басамыз. Write деген бар. Соны басамыз. Басқанда бізде мына жерде өлшем жазу керек. Яғни мына жердегі қалыңдық өлшемі болады. Қазір бірінші аяқтап алайық. Аяқтап алайық. Қазір қараңыздар. Мына жердегі бүйірдің қалыңдығы мен қалдым қазір. Бетін бір бастық, екінші бетін бастық. 3,18 мм. Мына жерге тура солай 3,18 мм деп жазсақ болады. Ол үшін мынаны бір бассаңыздар, мына жерде өз көрсетеді. Аралық қазір 10 мм болып кеткен. Бізде 3,18 мм деп жаздық. Қараңыздар, 3,18 мм. Мына жерде бізде қандай да бір градус болған. Міне 8 градус деп көрсетіп тұр. 8 градус. Қазір қараңыздар, ол қай жеріндегі. Мына жерде біз қандай да бір градус бар. 90 градус емес, мына төмен түскен. 8 градус, бүйірі 8, қалыңдығы 3,18 деп айтып тұр бізде. Тура солай істесек болады. Оны бір басасыздар. Команданы бастық, оң жағын. Мына жерде edit feature деп тұр. Соны басамыз. Бізде 3,18 мм. Радиусы мына жер, градусы 8 мм. 8 деп бастық, окей деп таңдаймыз. Бізде тура сондай дене пайда болды. Енді осыны бізде жалпы сызбамыз
толықтап аяқтап қалды. Енді осыны симметрия жасаймыз. Ана 2D симметрия жасауды көрдік. Ошол 3D, яғни мынадай команданы қалай симметрия жасаймыз. Сол жайында болмақ. Дәл қазір бізде команданы қалай симметрия жасаймыз. Ол үшін бастапқы бөлімге қайтамыз. Мына жерде mirror деген бар. Я болмаса мынау симметрия бөлімі мынаның ішінде де болады. Бізде мынаның сыртында да болады. Біз ішіндегісіне кірейік қазір. Мына жерде, яғни біз симметрия жасайтын, мынау дегеніміз не? Симметрия жасайтын дененің тура ортасы. Міне. Көрдіңіз бе? Бізге мына жазық керек, мына жазық керек емес, мына жазық керек емес. Яғни біз мына денені мына бетінде орналастырамыз. Сондықтан мына тегінен болатын жазық керек болады бізге. Ол жазықтылық міне тұр. Енді осыны біз бұл команда болғандықтан мына бөлімді басамыз. Қандай да бір дене болатын болса, сіз бұны басасыз. Бізге команда орындау керек, команданы басамыз. Міне, мына жағына пайда болды. Енді не істейміз? Окей деп басамыз. Окей деп бастық. Аяқтадық. Ендігі кезекте бізде мына жерде ішкі радиустарын жасайтын боламыз. Ішкі радиустарын жасаған кезде біз бұны қалай өлшейміз? Тағы да сол радиусты бір басатын болсаңыздар, қандай да бір жерге міне 12-де 7 мм деп көрсетті радиус. Тура осыны біз жазамыз. 12-де 7 мм. 12-де 7 мм. Бастық. Осылай 12-де 7 мм деп толықтай орындадық. Екеуін бір жолда орындайсыздар, екі бетті де қазір. Міне. Он екіде 7 мм болды, міне. Тура осылай. Ендігі кезекте мына жердегі радиус бізде қанша миллиметр? 2-де 54 мм. Ішкі және сырты 2-де 54 мм. Басамыз. Сызықтың үстін бір бассаңыздар, мына жерде пайда болады. Я болмаса мына жақтан таңда басаңыздар болады. Біз бір бастық таңдадық. 2-де 54 болды. 2-де 54 болды. Осылай сызықтың үстін бассаңыздар болады, осылай жеке-жеке. Я болмаса мына жазықтың бетін бір басып, мына жерді таңдасаңыздар. 2-де 54 мм. Бізде пайда болды. Тура осылай екі жазық таңдадық. Міне. Ендігі кезекте бізге ішкі радиустар керек. Ішіндегі радиустар бізде қанша миллиметр? Ішіндегі радиустар бізде мына жерде көрсетіп тұр. 2-де 54 мм дейді. Ішкі радиусы бізде 2-де 54 мм. Ол үшін бізде кіреміз. 2-де 54 деп жазылған бар екен. Осылай жеке-жеке таңдап шығамыз. Міне. Ар жағы таңдалып кетті қазір. Осылай 2-де 54 мм деп барлығын жеке-жеке таңдап шығамыз. Міне. Енді астыңғы жағын орындай салайық. Бірінші осыны аяқтай салайық. Қазір 2-де 54 мм қазір. Екінші жағы таңдалып кетті қазір. Осылай мұқият барлығын жеке-жеке орындап шығасыз.
Осылай бізде барлығын жеке-жеке таңдап шықтық, міне. Окей деп басамыз. Міне бізде сызбаның негізгі формасы пайда болды. Енді қараңыздар. Әдетте бұл денеміз сызылды. Енді осы жерге тура осындай істейік. Міне, мына жерде көк бояу бар. Енді осыны біз бетін бір басамыз. Бір басқаннан кейін мышканың сол жағын басамыз. Мына жерде мынадай таңбалар пайда болады. Бізге мынаның кішкентай нені басамыз. Мына жерде жазық бар. Я мынаны таңдасаңыз болады. Осыны бастық. Басқаннан кейін мына жерге түсін таңдадық, міне. Түсін таңдадық. Окей деп бастық. Ендігі кезекте бұл бізде төрт жағы да барлығы көрініп тұр, яғни сіздерге түсінікті болу керек. Бұл әйнек деген сөз. Мына жерден де біз әйнек таңдаймыз. Әйнекті біз қалай талдаймыз? Ол үшін мынаның ішіне кіреміз. Әдетте бұлар жиналып тұрады. Мына жерде глаз деп тұр. Осы әйнек бөліміне өтеміз. Бізге қандай әйнек керек? Мысалы, бізге мынадай әйнек керек болса, міне тура осылай болады. Мышканың сол жағын басып тұрып, тартып алып келеміз. Міне. Көрдіңіздер? Осылай алып келдік. Енді осыны біз бейнені қалыптастыру үшін бізден не істейміз? Мына жерде рендер деген бар. Рендер tools деп тұр. Осы жерден істейміз. Әдетте бұл сізде көрінбей тұруы мүмкін. Бұл себебі мына жерде бізде алынып тасталған болуы мүмкін сізде. Мына жерде render tools деген жоқ қазір. Мына жақты басқан кезде де мына жақта болмаса, мынандай жазу тұрмаса, онда сіз мына бөлімнен іздейсіз оны. Көп адамдарда мына бөлім алынып тасталынған. Осылай тұрады. Енді біз алып тастадық. Мына жерде жоқ. Render tools деген қазір пайда болды. Өшіріп қайта қосқан кезде бұл пайда болмайды. Міне. Қазір мына жерде де жоқ. Міне ешқандай пайда болмады. Болған екенді. Үшін сізде жоғалып кететін болса, осы жақтан тауып аласыз. Міне. Мынаны басасыз. Окей деп белгіледіңіз. Енді сізге керекті зат мына жерден міне. Осыны басасыз. Мынау камера дейді. Яғни сізге қаралу бұрышын көрсетеді. Яғни аумағын тура осылай қойдыңыз. Міне. Қай жағынан қараған ыңғайлы мысалы. Осылай өзіңізге ыңғайлы бағытын таңдап аласыз, міне. Көрдіңіздер? Міне. Осылай. Өзіңізге ұнамды бағытын таңдап аласыз осылай. Мен тура осылай қояйын, міне. Окей дедім. Өздеріңізге ыңғайлы болған бетті осылай таңдап аласыздар. Бастым. Қазір пайда болу керек. Қатып қалды. Қазір міне басамыз. Менде компьютер қазір сәл қуып тұр, жүктеме көбейіп кеткен болу керек. Мына жерде сіз алдынан күтіп болсаңыз, мына жерде 30%, бұл 100%-ға бару керек. Сол кезде шамалы сізде сызба жақсы көрінетін болады. 50%-да тоқтап қалды. Жалпы осылай сізде сызбаңыз осылай істеп аласыз.
біткеннен кейін мына жерде сақтау деп тұр, міне. Қатып қалды. Сақтауды басасыз. Өзіңізге ұнамды қандай да бір папка дайындап, осыны JPEG форматында сақтап алсақ болады. Нөлден бастады ғой. Мысалы мен басты бетке сақтадым, 89 деп. 896 деп сақтадым, мен сіздерге қазір көрсетемін. Істей берсін. 89, 896. Мін. Бұл бізде станоктікі. Тура осылай бізде сақталынады. Өзіңіз қалаған материал, қалаған бағытта қойып, сызбаңызды көре аласыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла сіздеріңізге берекет берсін.